Сәлем, сәлем. Қайырлы күн, жастар, тағы да. Туризм университеті қосылды. Бізге запрос тастасаңыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, Орал компания? Туризм университеті Түркістан қаласында. Ажар. Саламаттар. Саламаттар. Түркістан қаласындағы туризм университеті, халықаралық туризм және мемлекеттік университеті. Сұрақтарыңыз болса айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Я қош келдіңіз эфирге, сұхбат беруге. Келіскеніңізге қуаныштымын. Сіздерге сұрақ қоюдан бастайын. Туризм және меймандостық университетінде неше грант бөлінді? Туризм бойынша және дене шынықтыру бағыты, сол жайында айтып өтсеңіз. Ақылы түрде неше орын бар? Біздің жастарға тереңірек ақпарат беріп өтсеңіз. Біздің университетіміз биыл Түркістан қаласында ашылып отыр. Мемлекеттік университет, халықаралық туризм және меймандостық университеті деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, Түркістан қаласы туризмнің орталығы болып жатыр. Ол бұрыннан солай. Енді осы орталығын екенін дәлелдеп, Түркістан қаласын одан ары қарай туризмнің орталығы отан ретінде дамыту мақсатында университетіміз ашылды. Биыл тек қана біз туризм мамандығы емес, онымен қоса спорт мамандығында оқытамыз. Яғни спорт болғанда ол дене шынықтыру және спорт мұғалім. Жаңағы жастардың спортқа деген ынтасын арттыру мақсатында спорт дене шынықтыру мамандарын дайындаймыз. Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша 100 грант бөлінді, ал туризм мамандығы бойынша 700 грант бөлінді. Жалпы 2020-2021 оқу жылына 800 грант бөлінген. Ал одан бөлек ақылы бөлімге тағы жәндегі 100 грант толған жағдайда, одан кейін 700 грант толғаннан кейін, біз одан кейін ары қарай ақылы бөлімге де қабылдаймыз. Жалпы ақылы бөлімге 700 студент қабылдаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қосқанда ақылы бар және грант бар 1500 орынға лайықталған университет биылғы. Жылда осылай 6000-ға дейін студент қабылдаймыз деген үмітіміз бар. Айта беріңіз, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Университетіміз мына Түркістан қаласында мавзолейдің қарама-қарсысында орналасқан. Мұнда сауалдар қойған екен бізге жастар.
Қалай? Университет нақты Айдана, дауысыңыз естілмей жатыр онша. Қалай жатаймыз? университетте гранттар Иә. тізімі нақты қашан шығады дейді. Қорытындысын сұрап жатыр ғой. Қорытындысы 26 тамыздан кейін шығады. Біз 19 тамыз ең соңғы құжат қабылдау күні. Одан кейін 26 тамыздан бастап біз жаңа гранттың конкурсын өткіземіз. Сөйтіп нақты түскен грантқа оқуға түскен балалардың нақты қай күні результат 20 тамыз. 20 тамыз. Мына жаққа мен де жазып қояйыншы. Мына кейбіреулер естіп ма, қашан шығады деп жатыр. Түскендер тізімі. Университетте нақты қай күні гранттардың тізімі шығады? Мен жазып жатырмын ғой, 26 тамыздан кейін, біз өйткені 19 тамыз ең соңғы күні, біз 20 күні, нақты 20 күні, 20 немесе 20-сынан кейін шығады, сол бір-екі күнде шығады. Тамаша. Тағы айтайын, мына жерде кейбір жаңағы абитуриенттер болуы мүмкін. Біздің студенттерімізге жатақхана қарастырылған ба? Иә, бізге студенттерімізге жатақхана қарастырылған. Шет жақтан келіп оқитын студенттерге 290 орындық жатақханамыз. 290 орындық жатақханамыз бар. Орындық жатақханамыз бар. 290 орындық жатақханамыз бар. Ол қазір күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Одан кейін дауыс естілмей жатыр. Маған да сіздердің дауысыңыз. Жатақхана қарастырылған ба студенттерге? Тамыздағы ентіден кейін грантқа қабылдамайсыз ба деп сұрап екен. Тамыздағы ентіден кейін біз грантқа емес, ақылы түрде оқуға қабылдаймыз. Естілмей қалып жатыр дейді. Дауыс. Ендеше. Дене шынықтыру бойынша қанша студент тапсырды? Біз оны айта алмаймыз. Дене шынықтыру бойынша қанша тапсырғанын, бірақтан дене шынықтыруға құжат қабылдау бітіп қойды грантына. Ал егер ақылы түрде толықтай пайдалануға
Жоқ, әлі берілген жоқ. Қазір күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Біздің оқу жылы басталғанша ғимарат толық бітеді. Досым естіліп Мынау бірінші курс студенттері онлайн оқиды ма дейді. жатыр ма сізге, Жамбыл мырза? Естілмей жатыр ма? Айдана, естіліп тұр ма? Мынау неге естілмей жатыр, а? Аха. От бітті ма? Қалай? Ғимарат толық әлі біткен жоқ, күрделі жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Дене Оқу жылы шынықтыру бойынша басталғанша қанша студент бітеді. құжат тапсырып үлгерді осы уақытқа дейін? Жамбыл мырза. Иә, сіздер дауыстарыңыз естіледі, мен айтып жатырмын ғой, жауап беріп жатырмын. Естіліп жатыр ма? Дене шынықтыру бойынша қанша адам құжат тапсырғанын біз айта алмаймыз, бірақ дене шынықтыру бойынша грантқа құжат тапсыру бітіп қойды. Енді ақылы түрде тапсыруға болады. Егер сіз басқа жақта немесе біздің университетте шығармашылық емтихан тапсырған болсаңыз, сол өзіңіздің емтихан жинаған балыңызбен шығармашылық емтихандар балдарыңыз бізге әкеліп өткізесіздер. Сол бойынша біз ақылы түрде дене шынықтыру мамандығы бойынша қабылдаймыз. Кім? Рахмет. Бірінші курс студенттері Иә, қазіргі жағдайға байланысты біздің университеттің бірінші курс студенттері онлайн естіліп жатыр, өте жақсы. Болды, естіліп жатса болды. Бірінші курс студенттері онлайн оқиды деген жоспарымыз бар. Бірақ әлі нақтыланбады. Өйткені мынау өздеріңіз білесіздер, бүкіл әлемге байланысты. Студенттер онлайн оқиды ма биыл? Байланысты карантин Бірінші курстар. созылған жағдайда бірінші курс студенттері онлайн оқиды деп күтілуде. Естіліп жатырсыз. Болды. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер, мен мына жерде көріп жатырмын. Осы жылы оқитын 1500 дейді, қазір айтамын. 1500 адам жиналды ма? Нақты қанша адам жиналғанын біз айта алмаймыз. Бірақтан сіздер құжаттарыңызды тапсырсаңыздар, өздеріңіз балдарыңыз оқу барысы қалай болады? Бірінші курс студенттері онлайн оқиды ма? Иә, онлайн оқиды бірінші курс студенттері. Екінші, мына магистратураға тапсырса бола ма дейді. Бізде биылдыққа магистратура жоқ. Магистратура келесі жылы ашылады деп күтіп жатырмыз. Өйткені университет биыл ашылғаннан кейін, биыл бакалаврды қабылдаймыз. Келесі жылы магистратура, одан кейін докторантураларды біз қабылдаймыз деп жоспарлап отырмыз. Военный кафедра жоқ бізде. Бізде мына туризм саласы болғаннан кейін, бізде ешқандай военный кафедра жоқ. Бізде бірақ біздің артықшылығымыз тіл оқу орталықтары болады. Шетелмен қарым-қатынас болады. Қазір елдегі карантиндік режимге байланысты біздің студенттеріміз онлайн оқиды ма деген сұрақ болып жатыр. Сол жақ қалай болады? Қалай? Сабақты қалай оқиды? Онлайн ма? Онлайн дистанционно оқиды ғой, барлық мынау енді өздерінің аға-әпкелері біледі, өзінің биылғы 2020 жылдың мынау екінші семестр дейді ғой, бәрі онлайн болып кетті жылдың соңында. Сол сияқты олар өздері Платонов бағдарламасына тіркеледі, сол бойынша сол жерден тапсырма алады, сол жерден тапсырма тапсырады. Zoom сияқты ғой, мектепте. Қазір онлайн деген ешкімге бір не емес, таңсық дүние емес, оны бәрі біледі.
Zoom бола ма, әлде басқа Платонус бағдарламасы бола ма, сол жерден онлайн оқитын боламыз. Жатақханаға қалай орналасамыз дейді. Жатақханаға ең бірінші грантқа түскен студенттер орналастырамыз. Одан кейін мүмкін болса ақылы түрде және түскен студенттерді орналастырамыз. Жауабы 20 тамызда шығады. 20 тамыздан кейін. Жарым адам студенттер жиналды ма деген сауал жолдапты біздің құрманымыз. Бізге құжат тапсырып жатқан өте көп. Біз саны қанша екенін айта алмаймыз. Ол бізге грант толық игеріледі деп күтудеміз. Ақылы түрде оны көреміз. Егер бізге ақылы түрде қазір тапсырып жатқан студенттер бар, абитуриенттер, олардың мынау келесі ертең 15 тамыздан кейін саны артады деп ойлаймыз. Грантта ақылы түрде. Яғни 1500. Біздің жастар жатақханаға орналасу жағы қалай болады? Жатақханаға айтып жатырмын ғой, бірінші грантқа түскендер орналасады, екінші ақылы түрде түскендерді орналастырамыз, орын жеткеніне қарай. Одан кейін тағы да біз мүмкін болғанша 100% жатақханамен қамтамасыз етуге тырысамыз. Одан кейін және де жатақханаға ол үшін өтініш тастау керек па? Ол бірінші грантқа түсіп алсын да, одан кейін грантқа түскен кезде сол кезде құжаттар тап, және құжаттарды әкеледі, құжаттарды рәсімдейді. Сол кезде жатақханаға қалай орналасады, ойлайды ма? Жатақханаға келесіздер бізде мына жақтан орындар бөлінеді, солай. Грантқа түскендер ешқандай уайымдамаса болады. Жамбыл мырза, мені жастар жатақханаға қалай орналасқан арнайы? Мен айтып жатырмын ғой, жатақхана жайлы. Жатақханаға грантқа түскен студенттерді бірінші қабылдаймыз. Одан кейін ақылы түрде түскен студенттерді қабылдаймыз жатақханаға. Жатақханадан ешқандай уайымдамай қойса болады. Бірінші грантқа түсіп алса, жатақханасыз қалмайды, далада қалмайды. Мен даусым естіліп жатыр ма? Мынау құрметті жәндегі мынау тікелей эфирге жазып жатқан көрермендер дейміз ба? Оригинал документтерді міндетті түрде 20-сына дейін тапсыру керек. Болды, мына сол маңыздысы мынау біздің абитуриенттер, біздің мынау тікелей эфирге қосылып тұрған көрермендеріміз, солар естісе жетіп жатыр. Айдана екеуміз өте жақсы. Біздің жастар толықтай бір шама білеміз, жағдайдан хабарымыз бар. Университетте ашық вакансиялар бар. Бірақ оны біз бірінші вакансия емес, бірінші студенттерді жинаймыз. Студенттерді жинағаннан кейін сол студенттердің санына байланысты вакансия жариялаймыз. Шығармашылық, бал, жәндегі ЕНТ-дан рахмет Жамбыл аға, өте жақсы. Оқу сауаттылығы мен тарихтан бал жинаған және бізге келіп, немесе басқа жерде шығармашылық емтихан тапсырған талапкерлер, абитуриенттер түседі. Тест нәтижесін қайдан біле аламыз? Ертасұлы қай жаққа барып резюмені өткізуге болады дейді. Резюмені біздің приемный комиссияға келіңіз, осы жерде кадр бөлімі бар. Сол кадр бөліміне тапсырсаңыз болады. Бірақ біз кадр бөліміне резюме тапсырғаннан кейін студенттердің құжат тапсырғанын күтеміз. Жұмыс істейтін адам әрқашанда табылады, бізге оқитын студенттер керек біздің университетімізге жаңадан ашылғаннан кейін
университетіміздің болашағын, жарқын болашағын қалайтын Аха. бізбен бірге өсіп өнетін студенттерді оқуға Біздің жастар шақырамыз. Жауабы толықтай 20 нақты тамыздан мәлімет 20 ала алды тамыздан деп кейін ойлаймын. шығады. Сұхбат беріп, сұрақтарға жауап бергеніңізге рахмет, Жамбыл мырза. Иә. Так, мына жерде қалып кеткен сұрақтар жоқ па? Мен қарап отырмын, қай жаққа барсақ болады, резюме өткізуге айттым. Грант түскен екен, оригинал документ өтсек бола ма? Грантқа түскеннен емес, 20 тамызға дейін өткіздіңіздер бізге оригинал құжаттарыңызды. Себебі сіздердің осында грантқа түскенде құжаттарыңыз осы жерде болу керек. Конкурсқа қатысу үшін оригинал құжаттарыңыз біздің университетте болу керек. ЕГОФ арқылы тапсырмадық, бірақ оригинал құжаттар бар, өтсек дұрыс па дейді. Дұрыс. Спорт факультетінде кімдер түсетінін айттым, вакансиялар бар, бірақ оны вакансиядан бұрын студенттерді қабылдаймыз. Оригинал құжаттарды міндетті түрде 20 тамызға дейін тапсыру керек. Айттым. Общага қай жерінде орналасқан? Общагамыз біздің мына Түркістан қаласын білетін болса, мына Қожа Ахмет Яссауи мавзолейдің алдында бұрын бір мектеп болған. Сол мектептің ғимаратын бізді университетке берді. Сол мектеп-интернаттың мектеп ғимараты университет болады. Біздің тағы да мына жақта басқа 2 ғимаратымыз бар. Ал сол мектеп-интернаттың ғимараты жатақхана болады. Нәтижесін қайдан білеміз дейді? Сайда білуге болады. Одан кейін біз өзіміз түскен студенттерге хабарласамыз. Нәтижесін қайдан білеміз? Сұрақтарға жауап, Иә. Рахмет. Мына тағы да бір сұрақ бар. Айдана, тоқтаңыз, мына сұрақтарға жауап берейін, өйткені сұрақтар соңғы кезде көбейіп кетті. 20 тамыздан кейін қабылдамайсыз. Біз ақылы түрде 25 тамыз қабылдаймыз. 20 тамызда КТ-ны тапсырған жәндегі абитуриенттер 25 тамызға дейін келсе болады. Құжаттарды барып өткіздік, дұрыс па дейді ЕГО. Айдана, болды. Қандай сұрағыңыз бар? Айта бер. Айта беріңіз. Алло.